Мынаны сіз мүлдем жасап көрмедіңіз. Батонды аласыз, жіңішке етіп турайсыз. Қараңыздар, ортасын бөлген кезде толық кесіп тастамайсыздар. Одан кейінгі екінші тілігін кесесіздер. Неге қараңыздар, осылай болу керек. Бұның ортасына қазір біз колбаса сырымызды салатын боламыз. Мен Нарленнің салямге колбасасын пайдаландым. Қараңыздаршы, қандай әдемі, сочный болып кесілген. Иісі де, дәмі де күшті. Жіңішке етіп кесіп, ортасынан бөлесіздер. Батонның ортасына сосын саламыз. Кез келген сырды қолдансаңыздар болады. Жұмыртқаны жарып аласыздар, одан кейін жақсылап араластырасыз. Сосын нанның екі бетін жақсылап жұмыртқаға батырып аламыз. Табаға сұйық майымызды құйып, қызып тұрған майға міндетті түрде орташа отта екі бетін қызартып қуырып аламыз. Сол кезде жаңағы ортасына салған сырларыңыз сіздердің еріп күшті болады. Бұл енді өте оңай, қарапайым және ерекше. Сондықтан да сіздің отбасыңызға бұл міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Сондықтан дәл осы видеоны жоғалтып алмас үшін сақтап алыңыздар міндетті түрде. Және жасап көріңіздер. Ас болсын.